Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осындай дәмді пигоди жасайтын боламыз. Ең алдымен пигодидің қамырын дайындаймыз. Ол үшін жылы суымызды құйып, одан кейін үстіне дрожжымызды салып, жарты қасық шекер, чай қасықпен бір қасық тұз, одан кейін шемішкі майымызды құйып, ұнымызды салып, қамыр елейміз. Пигодиіміздің қамыры дайын болды. Енді бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Пигодидің салмасын дайындап аламыз. Ол үшін туралған жуанның бетіне фаршымызды саламыз. Одан кейін қалауымызша тұз, қалауымызша бұрыш қосамыз. Енді араластырамыз. Нанымызды жұқалап жайып, осындай дөңгелек етіп кесеміз. Салмамызды салып болдық. Енді пигодиларымызды жасаймыз. Пигодиларымыз дайын болды. Тавамыздың бір жапырағын алып майлап аламыз осылай. Пигодиларымыз дайын болды. Енді беттерін майлаймыз. Пигодиларымыздың бәрін дайындап салып болдық. Бетін майлап, енді 40-45 минут пісіреміз. Бүгінгі біздің пигодиіміз дайын болды. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Егер каналым ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып кетіңіздер.